Мен бұл университетке 2015 жылдың 21 қаңтарында келдім. Ол кезде инженерлі педагогикалық халықтар достығы университет деп аталады. Кейіннен сол Мадияр Бақтиярұлының еңбекқорлығын іздері үшін жұмысты көрсете білу нәтижесінде Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті қайта құрылып, өзінің бұрынғы атын алды. Коллективті ұжымды ұйымдастыра білуі, бірін-бірі сыйластыра білуінің еңбекқорлығының нәтижесінде Сылкөй халықаралық университет деген атақ қалдық. Халықаралық университет болғаннан кейін оның халықаралық байланысы, соған сай дәрежесі, жетістіктері, ғылыми ізденістері болуы керек. Университет Испания, Португалия, Чехия, Болгария, Румыния, Англия, Египет, Қытай, Пакистан сияқты тағы басқа көптеген елдермен ғылыми қарым-қатынаста. Сол жақтан студенттер келіп оқуда. Мен келгенде Ақылбаев Мұса деген ініміз ғылыми істер жөніндегі проректор екен. Әңгімелесіп отырып, аға, егер дайын еңбектеріңіз болса, университет өзі тегін шығарып береді деді. Талай жылдан бері шығара алмай жүрген, оны шығару үшін талай қаржы керек. Кітаптар бар еді, үшеуін апарып тапсырдық әлем баспасына. Айналдырған соң 5 ай, оқу жылдың аяғына шейін 3 оқу құралы шыға келді. Мақалалар жариялады, осының бәрін тегін істеді. Содан бері 5 жыл өтті ма қазір енді? 6 жыл кетіп бара ғой. Сол жылдары 24-тен астам еңбектер, монографиясы бар, оқу құралдары бар, жарыққа шықты. Оның бәрін кітапханада бар, бізге өзімізге авторлық кітаптарымызды берді. Ең соңғы мысалы былтыр Алматыдан бастауыш сынып оқушыларының қазақша, орысша, ағылшынша 4 томдық сөздігін шығардық. Ал биыл тағы мектеп мұғалімдері бар, студенттер бар, шетел тіл кафедрасы мұғалімдері бар, 5 адам бірігіп қазақша, арабша, орысша, ағылшынша сөздік дайындап жатырмыз. Оны өткен аптада болған ғылыми кеңесте шешімін өткізіп алдық. Ғылыми кеңес мақұлдап, баспаға ұсынуға рұқсат берді. Университетте оқытушы профессорлар құрамына жағдай жасалынған. Бірақ мысал айтайын, жыл сайын оқытушы профессорларды Сарыағашқа, Түркияға, Арысқа, курорттарға жібереді, емделуге жібереді. Университеттің есебінен 100% ақшасын төлеп өздері. Содан кейін университеттегі бір жақсы әдетке айналған нәрсе, әрқайсының еңбегіне қарай бағалайды, соған қарай еңбек ақысын төлейді. Сөйте тұра, жыл сайын барлық оқытушы профессорлар құрамының, тіпті қызметкерлердің де, қарауылдардың да аяқтарын 10-20% көтеріп келе жатыр. Осындай жағдай болып тұрғанда, өзіңді құрметтеп тұрған жағдайға еңбек етпеудің өзі ұят. Еңбек ету үшін адам бірінші кезекте өзін-өзі құрметтеу керек. Өзін-өзі құрметтей білген адам сол ұжымда құрметті бола алады. Біздің ұжымның бір жақсы қасиеті, университетке кіре бергеннен қарауылдардан бастап күлімсіреп амандасып, ақ пейілмен, адал көңілмен қал жағдай сұрасады. Осының өзі адамға ерекше бір рух, күш береді. Осы қаңтардан бастап, ғылымда жылына қарай есеп береді ғой. Қаңтар айынан осы бүгінгі шейін апайларың екеуміз авторлық бірлестікте ғой, 91 еңбек жарияладық. 30-ы Прага қаласында, 27 ғой, 27-сі. 30-ы Нұр-Сұлтанда Ренеспенен,
ертең сәуір айында болатын ЮНЕСКО оқулары халықаралық конференциясына 30 мақала өткізді, ол шығады. Шыққандықтан ол шықты деп есептеп отырмыз. 87 ма 4 авторлық құқық алдық. Сонда 91 еңбекті осы қаңтар ақпан айларының ішінде жарияладық. Тілегім біздің жастардың ғылымға деген селқостығын жойсақ. Жалқаулық деген бір шайтан бар, желкеге мініп алып түспейтін. Соны бисмиллахир-рахманир-рахим деп белкеден қағып түсіріп, күніге 3 сағат, 2 сағат жұмыс істеуге үйренсе, сонда ғылым болады, ізденсе. Соған біздің жастарымыздың өзі мойын бұра бергісі келмейді. Университетте жұмыс еңбек еткеннен кейін әрбір адам ғылыммен айналысуға міндетті. Оның үстіне оның жағдайын жасап отырса, айлығын басқа университеттерден көп етіп беріп отырса, неге жұмыс істемеске? Университеттің тағы бір жақсы жағы студенттерге өте көп қамқорлық жасайды. Олимпиадаға қатысса, жарыстарға қатысса, студенттік олимпиада ғой, пәндік олимпиадаларға қатысса, басқа болса. Мысалы, арғы жылы Алматыда өткен студенттік олимпиадада біздің бастауыш оқыту педагогикасы әдістемесі мамандығының студенттері бірінші орын алып келді. Соған қатысқан 4 студенттің 4-еуіне де төлемақыдан босады, 4-еуінде. Соны бастап барған 2 мұғалімге, 2 оқытушыға бір айлық еңбек ақысын сыйлыққа берді. Көркем өнерпаздарды, спортшыларды да табысқа жеткендердің дәрежесіне қарай 50%, немесе 100% студенттік төлемақыдан босатып отырады. Осының бәрі ел біліп, халық көріп отыр. Біз апаң екеуміз мектептерге көбірек барамыз, себебі зерттеу жұмыстарымыздың бәрі мектепке байланысты. Ордабасы ауданына бардық, Созақ ауданына бардық. Сонда сол жақтағылар айтып жатыр, сіздердің университеттеріңізде осындай екен ғой деп жаңа айтқандарды. Атың шыққаннан кейін сол атқа лайық болуға тырысып еңбек етуіміз керек. Еңбек қашанда жеміске жеткізеді. Ол үшін бір-бірімізге деген құрмет, бір-бірімізге деген ізет, ынтымақ аса қажет. Бір-бірімізге кез келген уақытта сөз жәрдемін берудің өзі үлкен ғанибет. Тіпті қолынан келмегеннің өзінде басқаша болады. Ал ғылыммен айналысуда бағыт-бағдар беру. Мына істесең былай шығады, одан нәтижесі былай болады деген сөздің өзі сол адамды қанаттандырады. Осыған жетейік. Рахмет. Шарықташы әлі де білім берген әрбір жанға мағыналы мәнді де қанатың еш талмасын өнер білім жолында number one қалай өрші мәңгіге Silkway шарықташы әлі де білім берген әрбір жанға мағыналы мәнді де қанатың еш талмасын өнер білім жолында number one бұл қалай өрші мәңгіге қалай өрші мәңгіге қалай өрші мәңгіге Ұстаздардың әр сөзінің астары бар.